Құрметті әріптестер, біз экраннан запись жасау, сол туралы бүгінгі сабағымызда Camtasia студия бағдарламасы бойынша қалай ұйымдастыру керек туралы сіздерге түсініктеме беремін. Ең бірінші Camtasia'ңызды ашасыз. Сол жерде осылай сізде Camtasia студия бағдарламаңыз ашылып тұрады. Осы жерде қараңыз, мына жерде сізде рекорд скрин деп тұрады. Осыны басасыз, сол кезде сізге осындай парақша бет ашылады. Осы бетті ашу арқылы сіз скринкаст жасайсыз. Мынау экранды жазасыз деген сөз. Ол үшін не істейсіз? Мына жерде скрин, осыны басқан кезде сізде толық экран ашылады. Мында болса жартылай, мысалы, қайсысын алғыңыз келеді, соны аласыз. Мысалы, міне мынандай жартылай экран ғана скринкаст жасайды болды міне. Осылай ғана ашылып тұр. Енді сіз оны не істейсіз? Скринкаст жасау үшін ең бірінші жаңағы өзіңізге керекті бөлімді ашып аласыз. Мысалға слайд. Мысалға менде мынау слайд бет осы. Осы жерде мен слайдтың осы бетіне ғана жасағалы тұрмын. Сол үшін не істеймін? Жаңағы керекті бетін ғана алам, міне осылай. Қалған жерден алмаймыз. Сонымен сабағымызды түсіндіріп, мына сізге экранды ашып қоюыңызға да болады, не болмаса жауып экранды ашып, өзіңіз бір жақ шетінде тұруыңызға да болады, не болмаса экранды жауып қоюыңызға да болады. Ары қарай енді рек дегенді басамыз, экранды жазу басталады сізде. Қараңыз не. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың бөлім тақырыбы әдебиеттегі сын сарын, сабақтың тақырыбы Таласбек Әлімқұловтың өмірі мен шығармашылығы және Бекторының қазынасы шығармасы. Ары қарай келесі тақырыбымыз бізде Таласбек Әлімқұлов туралы, Әсемқұлов туралы оқу мақсаттары деп осылай сабағыңызды түсіндіріп, кәдімгідей кете бересіз. Осылай отырып, рет-ретімен асықпай экранда жазуыңыз жазып аласыз да, стопты басып. Сол кезде, құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың бөлім тақырыбы әдебиеттегі сын сарын, сабақтың тақырыбы Таласбек Әлімқұловтың өмірі мен шығармашылығы және Бекторының қазынасы шығармасы. Ары қарай келесі тақырыбымыз бізде Таласбек Әлімқұлов туралы, Әсемқұлов туралы оқу мақсаттары деп осылай сабағыңызды түсіндіріп, кәдімгідей кете бересіз. Осылай отырып, рет-ретімен асықпай экранда жазуыңыз жазып аласыз да, стопты. Осылай міне өстіп көреді. Сол кезде сіз енді бұны не істейсіз? Делет десеңіз өшіріп тастайды. Продукцияны ойнатып тексересіз. Save and десеңіз бұны сіз сақтап береді. Енді оны сіз қайда сақтайсыз? Мысалға, рабочий столға сақтайсыз. Мысалы, не деп сақтайсыз? Сабақ деп лайық. Сабақ деп сақтап қоясыз. Енді сіздің жұмысыңыз қалай жазылғаны міне Camtasia'мен көрсетіп тұрады. Қараңыз. Сол үшін YouTube-ға салу үшін сіз жаңағы YouTube-тың размерін таңдайсыз, окей дейсіз. Енді мына жерде міне ойнатып тексересіз. Қараңыз. Көрдіңіз бе? Сіздің жаңағы сабағыңыз осы жерде шығып тұрады. Ал қараңыз. Егер экранда сіз өзіңіз жаңағы шығып көрініп тұратын болсаңыз, сіздің экрандағы бейнеңіз үшінші дорожкаға түседі. Үшінші дорожкаға түседі. Өзіңіз экрандан үшінші дорожкада, мысалы, мында ары-бері жылжытып қоюыңызға болады. Түсінікті ғой, Енді дыбыс, звук міне. Звук сізге ақырын шығып тұрса, оны қосуыңызға болады. Кәдімгі Camtasia'мен жұмысыңыз жүргізіп, осылай регулировка жасап аласыз. Осылай Camtasia'ның өзінде запись экраны жасауға болады. Түсіндіңіз ғой, Вот артық нәрсені біз қайтеміз? Қиып алып тастаймыз. Енді осылай айтады, мысалы, мына жерден артық дүниелерді қиып алып тастаймыз. Қажетсіз дүниелерді қиып алып тастап, тек қана сабағымызды қалдырамыз. Болды, тексердік, бізде сабағымыз. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың, кәдімгі сіздің сабағыңыз бәрі шығып тұр.
сақтайсыз, кәдімгі Camtasia'мен жұмыс жүргізген сияқты. Запись экраны жаңағы недеге жазасыз ғой, бандикамда сол сияқты жазып аласыз. Окей. Дәл сабақ 11-ші сынып. 11-ші сынып. 11-ші сынып готово. Дейсіз, сабағыңыз сақталады. Сосын сол сақталған сабағыңызды YouTube каналыңызға жүктейсіз. Түсінікті ғой, Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың бөлім тақырыбы әдебиеттегі сын сарын, сабақтың тақырыбы туралы оқу мақсатында экранда жазуыңыз жазып аласыз. Осылай жазып, кәдімгі экранда жазуыңызды жазып, жұмысыңызды жүргізе аласыз. Түсіндіңіз ғой, Жақсы.